Сәлем қыздар, каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Арай. Мынандай әдемі шляпка панаманы тоқып үйренгілеріңіз келсе, менімен бірге болыңыздар. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Бізге қажетті құралдар: менде Ализе Бахар Турция жібі 100% хлопок, 100 граммда 260 метр, түс номері 34. Және мінеке 3-5 номерлі спицаларды қолдануға болады екен, және 2-4 номерлі крючоктарды қолдануға болады. Мендегі крючок номері 3,5, және де бізге сантиметровая лента, содан соң қайшы қажет болады. Егер сіздер крючокпен мүлдем тоқып көрмеген болсаңыздар, онда менің каналымдағы крючокпен тоқу бірінші және екінші сабақтарын міндетті түрде қарап, меңгеріп шығуларыңыз керек. Ол сабаққа ссылканы мен осы видеоның астындағы описаниеге қалдырып кететін боламын. Ал енді тоқымамызды бастаймыз. Біз кольцо жасап аламыз. Әдеттегідей, осы кольцоның ішінен жұмыс петлясын шығарамыз. Кольцоны соңына дейін тартпаймыз, осылай ашық болып тұру керек. Енді 3 воздушная петля тоқимыз. 1, 2, 3. Бұл бізде бірінші столбик болады. Енді осы кольцоның ішіне біз жалпы саны 12 столбик тоқуымыз керек. Мынау бізде бірінші столбик. Накид іліп аламыз, екінші столбигіміз тоқимыз. Жұмыс жібін іліп алдық. 2 петляны бір өткіземіз, және крючоктағы қалған 2 петляны бір өткіземіз. Бізде екінші столбик с накидом пайда болды. Үшінші столбик. Төртінші столбик. Осы столбиктардың қалай тоқылуының барлығы жаңағы мен айтқан крючокпен тоқу сабағында бар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. және 12-ші столбик. Неке санап шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, мынау 12-ші столбик. Енді мына жіптің ұшын тартып, біз кольцомызды кішірейтеміз. Және қатардың басымен қосамыз. 3 воздушная петля терді қой, соның үшіншісі мінеке. Столбиктің жоғар жағындағы петляға осылай біріктіреміз. Жұмыс жібін екеуінен де бірге тартып шығарамыз. Бұл бізде бірінші қатар. Енді 3 воздушная петля тоқимыз. Бірінші қатарда бізде 12 столбик с накидом болса, екінші қатарда біз 2 еселейміз. Яғни әр петляның үстіне 2 столбиктан тоқып шығамыз. Бізде 24 столбик болады сонда. Мынау бізде біріншісі, дәл осы петляға екінші столбикті тоқимыз. Келесі петляға тағы да 2 столбик тоқимыз. 1, 2. Одан кейінгі петляға да 2 столбик тоқимыз. Неке әр петляға 2 столбиктан қатардың соңына дейін өздеріңіз тоқып шығыңыздар айналдыра отырып. Бізде 24 столбик болу керек. Неке соңғы петляға 2 столбик с накидом тоқимын. Мен екінші қатарым бітті. Енді қатардың басымен біріктіреміз. Мінеке мына тұрған столбиктің ең үстіндегі петлясына крючокты кіргізіп, жұмыс жібін осы екеуінен бірге тартып шығарамыз. Екінші қатар бітті. 1, 2, 3 воздушная петля тоқимыз. Келесі үшінші қатар. Үшінші қатарда бізде ең бірінші петляға 2 столбик. Бірінші столбик тұр, дәл осы жерге екінші столбикті тоқимын. Келесі петляға 1 столбик тоқимын. Одан кейінгі петляға 2 столбик тоқимын. Келесісіне 1 столбик тоқимын. Яғни әр екінші петляға, міне бірінші петляда 1 столбик тұр, екінші петляға 2 столбик тоқимын. Бірінші петляға 1 столбик, екінші петляға 2 столбик.
бірінші петляға 1 столбик, екінші петляға 2 столбик. Осылай қатардың соңына дейін өздеріңіз тоқып шығыңыздар. Бір петляға біреу, екінші петляға 2 столбик. Үшінші қатарды аяқтадым. Енді қатардың басымен қосамын. Келесі төртінші қатарға 1, 2, 3 воздушная петля көтердім. Дәл осы жерге екінші столбикті тоқимын. Енді үшінші қатарда қараңыздар. Бірінші петляға 1 столбик, екінші петляға 1 столбик, ал үшінші петляға 2 столбик тоқимыз. Біреу, екеу. Яғни бұл қатарда бізде әр үшінші петляға 2 столбик тоқып отырамыз. 1, 2 және үшінші петляға 2 столбикті бірден тоқимыз. Алдыңғы қатарда біз әр екінші петляға 2 столбиктан тоқып отырдық. Әр қатар сайын жылжып отырады ғой. Мінекей, 1, екінші петляға тағы да 1 столбик және үшінші петляға 2 столбик тоқимыз. Мінекей осылай қатарды соңына дейін өздеріңіз тоқып шығыңыздар. 1, 2 және үшіншісіне 2 столбик. Қатардың соңына келдім. Басымен біріктіремін. Келесі қатар тоқу үшін 1, 2, 3 воздушная петля көтеремін. Дәл сол жерге тағы да 1 столбик тоқимын сол петляға. Енді келесі қатарда бізде уже мына алдыңғы қатарда әр үшінші петляға 2 столбик тоқыған болсақ, келесі қатарда әр төртінші петляға 2 столбик тоқитын боламыз. 1, екінші петляға тағы да 1 столбик, үшінші петляға 1 столбик және төртінші петляға 2 столбик тоқимыз. 1, 2, 1 столбик, 2 столбик, 3 столбик, төртіншісіне 2 столбик тоқимыз. Мінекей, ары қарай қыздар, өздеріңіз тоқисыздар. Келесі қатарда 4 1-1 столбиктен болады, ал 5-ші петляға 2 столбик тоқитын боласыздар. Осылай сіздер мына дөңгелекшені өздеріңізге қажет диаметрде тоқып шығасыздар. Ал ол диаметрдің ұзындығын интернеттен алынған дайын таблицаға қарап алсаңыздар болады. Мен мысалы 1-2 жасқа тоқиын деп жатырмын. Яғни диаметр донышка менде 13,5 сантиметр болуы керек. Диаметрі 13,5 сантиметр болғанша үстінде доп-домлақ қылып тоқуым керек. Ал сіздер таблицаға қарап өздеріңізге қажет размерге сәйкестендіріп отырып тоқисыздар. Мінекей қыздар. Мінекей 13,5 сантиметр болды. Бұл менде примерно 1-2 жасқа деп тоқып жатырмын енді. Ал мына панаманың төбесін мен 15,3 сантиметр қылып жасадым диаметрін. Сонда бұл 52-54 сантиметрге келіп тұр. Так, мінекей шеңберіміз тоқып болды. Енді мінекей мына основной узорды тоқитын боламыз. Мінекей 3 воздушная петля көтеріп алдық. Дәл осы жерге 2 столбик с накидом тоқуымыз керек. Дәл осы петляға 1 және 2. Бізде бір петляда 1, 2, 3 столбик тоқылды, Келесі бірінші және екінші петляны өткізіп жібереміз да, үшінші петляға біз тағы да 3 столбик с накидом тоқуымыз керек. 1, 2 және үшінші. Келесі 1-2 петляны өткізіп жібереміз да, үшінші петляға 3 столбик с накидом тоқимыз. 1, 2 және үшінші.
Мінекей қыздар, өте оңай. Әр үшінші петляға 3 столбиктан өздеріңіз соңына дейін тоқып шығыңыздар. Одан кейін қатарды қалай жалғау керектігін көрсетемін сіздерге. Мінекей соңғы 3 столбикті тоқыдым. Енді мына ең бірінші тұрған столбиктің жоғары жағындағы петлямен біріктіреміз. Жұмыс жібін екеуінен бірге өткізіп аламыз. Енді қараңыздар, келесі қатарды бастау үшін біз мына жақ шетіне, мына 3 столбиктардың аралары ашық тұр ғой, осы жақ шетке өтуіміз керек. Келесі петлядан жұмыс жібін іліп алып, крючоктағы петлядан шығарамыз. Және одан кейінгі петлядан жұмыс жібін іліп алып, крючоктағы петлядан шығарамыз. Мінекей 3 воздушная петля тоқимыз. Бұл бізде бірінші столбик. Енді қалған 2 столбикті мінекей мына арасындағы ашық болып тұрған жерге тоқи береміз. Екінші столбик және үшінші столбик. Мінекей келесі 3 столбикті мына арасындағы ашық тұрған жерлерге тоқи бересіздер. 1 2 және үшінші столбик. Одан кейінгі ашық тұрған жерге 1 2 және үшінші столбик. 1 2 және үшінші столбик. Мінекей осылай өздеріңіз тоқи беріңіздер. Қатарды айналдырып әкеліп, мына жақтан біткеннен кейін екі қатардың басын қосасыздар. Одан кейін 2 петля алға қарай жылжып, мінекей мына ашық жерден келесі қатарды бастап кетесіздер. Осылай сіздер қараңыздар. Мына шапкамыздың биіктігі осы жерде таблицаға қараңыздар. Биіктігін таблицадағы екінші бағанға қарап өлшейсіздер. Мысалы, мен 1-2 жасқа тоқып жатырмын. Биіктігі 18 сантиметр болу керек. Высота шапки деп тұр ғой. Бірақ та мен 18 сантиметр қылып алмаймын. Себебі бұл таблица меніңше қыстық шапкаларға, құлақты жауып тұратын шапкаларға арналған. Ал бұл жаздық шапка болғаннан кейін 1-2 сантиметр кем қылып алам. Яғни панаманың биіктігін мен 16-17 сантиметр қылып аламын. 16 сантиметрге дейін. Ол мына жерге дейін болады. Ровно 16 сантиметр болды мінекей. Негізі тура осы кезде баланың басына өлшеп алған жақсы. Сол кезде нақты көресіздер да, жаңа көзіне дейін түсіп тұрмай ма деген сияқты. Енді біз бір қатар бір воздушная петля тереміз да, мына әр петляға бір столбик без накида тоқып шығамыз. Әр петляға осылай. Екі столбик без накида. Өстіп, өздеріңіз айналдыра отырып тоқып шығыңыздар. Мінекей мен қатардың соңына келдім. Ең бірінші тұрған воздушный петлямен қосамыз. Қатарды осылай. Енді біз қазір мына панамамыздың жиегін тоқитын боламыз. 3 воздушная петля тоқимыз. Бұл бізде бірінші столбик. Екінші петляға 1 столбик с накидом. Ал үшінші петляға 2 столбик с накидом тоқимыз. Тағы да 1 столбик, 2 столбик. Ал үшінші петляға 2 столбикті қосып тоқимыз. Түсінікті ғой, қыздар? Бірінші қатар бізде солай тоқылады. Бірінші петляға 1, екінші петляға 1, үшінші петляға 2 столбик тоқимыз. Ары қарай өздеріңіз соңына дейін тоқып шығыңыздар. 2, үшіншісіне 2 столбик тоқимын. Осылай жалғастыра беріңіздер. Бірінші қатарды тоқып болдым. Ең бірінші тұрған столбиктің жоғары жағындағы петлямен қатарды біріктіреміз. 3 воздушная петля. Келесі екінші қатарды тоқимыз. Мінекей 1 столбик. Екінші петляға 1 столбик.
Үшінші петляға бір столбик. Бұл екінші қатарда уже әр төртінші петляға 2 столбиктан тоқып отырамыз. Алдыңғы қатарда әр үшінші петляда 2 столбик тоқып отырсақ, мына екінші қатарда әр төртінші петляда 2 столбик тоқып отырамыз. 1, 2, 3, және міне төртіншісіне 2 столбик тоқимын. Осылай екінші қатарды өздеріңіз тоқып шығыңыздар. Екінші қатарым болды. Енді келесі үшінші қатарда 3 воздушная петля көтереміз. Бұл бізде бірінші столбик. Келесі петляға екінші столбик, үшінші столбик, төртінші столбик, бесінші петляға 2 столбик тоқимыз. Үшінші қатарда әр бесінші петляға 2 столбиктан тоқып отырамыз. Бірінші қатарда әр үшінші петляға, екінші қатарда әр төртінші петляға, үшінші қатарда әр бесінші петляға 2 столбик тоқимыз. 1, 2, 3, 4, және бесінші петляға 2 столбик тоқимыз. Осылай қатарды соңына дейін тоқып шығыңыздар. Үшінші қатарды тоқып болдым. Осымен біз жиегін кеңейтіп болдық. 3 воздушная петля көтереміз да. Енді мына әр петляға бір-бірден столбик тоқып шығамыз. Солай бір қатар тоқып шығамыз. Әр петляға бір-бір столбиктан. Мінекей осылай айналдыра отырып, төртінші қатарды тоқып шығыңыздар. Мінекей қыздар, жиегін мен 4 қатар тоқыдым. Қараңыздар. 4 қатар осылай да қалдыруға болады, немесе мына панамада мен 5 қатар тоқыдым. Мына тағы да бір қатар қоссаңыздар болады, әр петляға бір-бір столбиктан. Дәл мына 4-ші қатарды тоқыған сияқты. Сол кезде мынандай жиегі ұзынырақ болып шығады. Бұны сіздер деген былай қайырып, мына жеріне осындай гүл тақып қойсаңыздар болады. Немесе жиегін аса ұзын қылмай осындай қысқа қылып та жасауға болады. Ол жақ енді өз еріктеріңізде. Ең соңында біз мына шетінің барлығына обвязка жасап өтеміз. Рачий шаг узорымен. Бір воздушная петля көтереміз. Рачий шаг узорын негізі 2 әдіспен тоқиды, соның біреуін көрсетемін сіздерге. Біз обычно оңнан солға қарай жылжып отырып тоқимыз ғой. Енді рачий шаг узорында біз кері қарай тоқитын боламыз. Столбик без накида тоқып отырамыз әр петляға. Мінекей. Столбик без накида, бірақ кері қарай, артқа қарай тоқып отырамыз. Жақыннан көрсетейін. Рачий шаг узоры осылай тоқылады. Столбикке без накида, бірақ кері қарай тоқимыз. Мінекей. Осылай айналдыра отырып, өздеріңіз тоқып шығыңыздар. Өте әдемі көрініп тұрады шет осылай болса. Мінекей мен айналдыра отырып тоқып болдым. Соңғы столбикті тоқыдым. Енді жібімді кесіп тастаймын да, мына жіпті бізге так мынаның ұшын әдемілеп жасыру керек бізге.
Мінекей осымен біз панаманы тоқып болдық. Қараңыздар, егер размері баланың басына кішкене үлкенірек болып қалса, онда ештеңе етпейді. Дәл осы жіппен бау тоқып, мына жеріне бау тақсаңыздар болады. Зато панама на вырыс болатын болады. Соңына дейін қарап шыққандарыңызға рахмет. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарийға өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Келесі сабақта кездескенше.